3-і, 12-сі, 21-і, 30-і күні туылған жандарды Сюцай ғылымы бойынша үштік деп атайды. Үштіктер ешкімге, ештеңеге мұқтаж емес. Көп анализ жасайтын, өте білімді адамдар. Алайда осы білімі ол кісілердің жолдарын байлауы мүмкін. Себебі анализ жасайды да, оны бірақ іске асыруды ұмытып кетеді. Болмаса жай ғана жөн көрмейді. Қиын жағдайлардан тез шыға алады. Тыңдай білгенмен тыңдамайды. Бұл адамдарды сөзбен жеңу мүмкін емес. Белгілі бір тәртіптермен, тыйымдармен өмір сүреді. Бірақ та кейде заңды бұзғысы келеді. Бірақ олай жасай алмайды, себебі өте білімді ғой. Өте әділетті кісілер, өте қамқор, өзінің қамқорлығын махаббат деп қабылдайды. Адамдарды ақылды, ақымақ, беделді, беделсіз деп бөледі. Егер үштікке бір авторитетный адам келіп сөйлесе, оны тыңдайды. Басқасын қайдам ойнап айтам, басқасын да тыңдайды, бірақ құлақпен емес. Қырсық, қыңыр және кішкене жалқау жандар. Мен өзім үштіктерді бірліктерге ұқсатамын. Үштіктердің минуста кезі бірден білінеді, себебі бұл тек қана өздерін ғана ақылды, вундеркинд деп санайды, басқалардың бәрі ақымақ. Қалай позитивке шығу керектігін білгіңіз келсе, осы видеоның астына пікірге плюс қойып кетіңіздер. Пока!